Бүгін бізде қонақта ертегі ханшайымы. Бұл ханшайым сендерге көптеген ертегілер ала келіпті. Қоржынында көптеген ертегілер бар. Тыңдауға дайынсыңдар ма? Иә. Ханшайымның қоржынында көптеген ертегілер бар. Мақтағыз бен мысық. Кім біледі мақтағыз бен мысық ертегісін? Ал Қанеке, жібек айта ғой. Отырып айта. Bir күні бір мақтағыз бен мысық болыпты. Мақта үй сыпырып жүріп, мейіз тауып алады екен. Ол өзінің мысығын шақырады екен. Бірінші рет шақырғанда ол келмейді екен. Екінші рет шақырғанда да келмейді екен. Үшінші рет шақырғанда келеді екен. Сөйтіп мысық үйіне кіріп, не болды? Мақтағыз дейді. Мен үй сыпырып жүріп, мейіз тауып алдым дейді. Сөйтіп мысық айтады, енді кәні мейізің дейді. Мен оны жеп қойдым дейді. Сөйтіп мысық ашуланып, сүтті төгіп алады да, мақтағыз ашуланады. Неге сен сүтті төктің, мен сенің құйрығыңды кесіп тастаймын деп ашуланады. Сөйтіп мысық, менің құйрығымды кеспеші дейді, мен саған сүт әкеп беремін дейді. Сөйтіп ол сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші дейді. Маған жапырақ әкеп бер дейді. Сөйтіп ол ағашқа барады. Ағаш маған жапырақ берші дейді. Сөйтіп ол маған су әкеп бер дейді. Сөйтіп көшеде қыздарды көреді шелекпен жүрген. Сөйтіп қыздар маған су беріңдерші дейді. Сен бізге сағыз әкеп бер дейді. Мысық магазиншіге барады. Магазинші, маған сағыз берші дейді. Сен маған жұмыртқа әкеп бер дейді. Ол тауыққа барады. Тауық маған жұмыртқа берші дейді. Ол бұдан кейін тышқанға барады. Тышқанның тауықтарын жұмыртқасын әкеледі. Сөйтіп ол жұмыртқа алады. Сөйтіп магазиншіден сағыз алады. Сағыздарды қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды талға береді. Жапырақты сиырға береді. Сөйтіп сиыр сүт әкеп береді. Сөйтіп мақтағыз құйрығын қайта орнына салып, екеуі дос болып кетеді.